Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін қазақша нұсқада жасымық сорпасын дайындаймыз. Қазанымызға 2 ас қасықтай сұйық майымыздан құйып, қыздырып, бір кішірек пиязымызды өте ұсақ етіп турап, қуыра бастаймыз. 2-3 минуттай орташа отта қуыру керек. Әдемі болып сарғыш түске ене бастайды. Сол кезде майдалап туралған етімізді қосамыз. Менде мына жерде небәрі 120 грамм ет. Етімізді де орташа отта 2-3 минут қуырамыз. Суы тартылып болған соң үккіштен өткізілген сәбізімізді қосып, оны да орташа отта 2-3 минут қуыратын боламыз. Қызыл тәтті бұрыштан аз ғана қосамыз, тағы да 2-3 минуттай қуырамыз. Дәміне қарай шамамен 2 шай қасық тұз қосамын толтырмай, және де жарты шай қасық паприка, және де 1 ас қасықты толтырып томат пастасын қосамын. Томат паста қосылған тамаққа әрдайым 1 шай қасықты толтырмай қант қосу қажет. Сол кезде томаттың қышқыл дәмі жойылады. Дәл осы сәтте 1 сарымсақты майда етіп турап қосып жіберуге болады. Менде сарымсақ бітіп қалыпты, сол себепті осындай құрғақ түрін қолдандым. Мұқият араластырып, өте баяу отқа қойып, қазанның қақпағын жауып 10-15 минутқа бұқтырамыз. Осы уақытта жасымықтың қажет мөлшерін өлшеп, жақсылап 3-4 рет ағын суға жуып аламыз. Әдетте 1 порция үшін мен қолыммен 2 қысым жасымық деп өлшеймін. 10-15 минут тамағымызды баяу отта бұқтырған соң, біздің томатымыздың түсі сондай әдемі қып-қызыл болып шығады. 2 орташа картопымызды орташа 4 бұрышты етіп турап, 2-3 литрдей суымызды құямыз. Қайнауға дейін жеткіземіз. Отты баяулатып, қазанымыздың бетін жауып, етіміз піскенше қалдырамыз. Әдетте жасымық сорпасын қытырлақ нанмен ұсынады. Осындай ақ нанды орташа 4 бұрышты етіп турап, оған дәміне қарай аз ғана паприка және аз ғана сұйық майдан қосып, 150 градуста шамамен 20 минуттай ұстаймын. Менің етім 30 минутта пісіп шықты, өте майда туралған болатын. Жасымығымызды қосамыз. Жалпы жасымық ол тұрысымен белок, яғни нароз ағзаға өте пайдалы дақыл болып есептеледі, және де бір жақсысы небәрі 15 минутта толықтай пісіп шығады. Бұл тағамның осындай қою болғандығы маған ұнайды. Қаласаңыз аз ғана қайнаған судан қосып, консистенциясын реттеуге болады. Әрине, тағамды блендермен езу міндетті емес. Осы күйінде ұсынсаңыз болады. Әсіресе біздің ер адамдарымыз езбе сорпаларды ұнатпай жатады. Сондықтан жолдасыма 2 порция езілмеген түрінен қалдырамын, ал қалған бөлігін өзім және балалар үшін әрдайым осылай блендермен езіп аламын. Жаңағыдай қазанға блендермен езуге болмайды. Осындай нержавейка ыдысты қолдану керек, соны ескеріңіз. Аз ғана осындай кептірілген жалбыздан қосамын. Негізі түріктер сары майды ерітіп, содан кейін осы сары майға жалбызды қосып, кішкене 1-2 минут қуырып, иісі шыққаннан кейін осы сорпаның үстінен қосады. Солай жасасаңыз да болады, одан сайын ароматный бола түседі. Сорпамыз дайын болды. Үстінен аз ғана лимон суын қосамын. Аз ғана сливки қосамын, яғни кілегей. Жалпы кілегейді қосу міндетті деп айтпаймын, бірақ бар болса, әрине қоссаңыз, сорпаңыз одан сайын нәзік, одан сайын керемет дәмді бола түседі. Біздің қып-қызыл әдемі болып піскен қытырлақ нандарымызды орналастырып ұсынамыз. Негізі бұл тағамға ет қосылмайды. Мен жасымық сорпасын қазақшаландырып оған ет қостым, өйткені қазақ болғандықтан етсіз тамақ елестете алмаймыз. Отбасыңызға ұнайды деген сенімдемін. Дастарханыңыз тек жақсылыққа жайылсын, ас болсын.